Өкпенің интерстициалды ауруының 300 түрі бар. Аурудың кең таралған түрлеріне саркоидоз, идиопатиялық өкпе фиброзы, пневмокониоз жатады. Өкпенің тінаралық аурулары әсіресе Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды және Испания елдерінде жиі кездеседі. Өкпе тінінің қабынуы дүние жүзінің мамандарын алаңдатып отырған мәселе. Өйткені аурудың кей түрі адам өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Наиболее сложные Өкпе ауруларының күрделі категориясына интерстициалды өкпе диагноздары жатады. Өкінішке қарай дәл осы диагнозбен ауыратын науқастардың басым бөлігі шарасыздыққа тап болып отыр. Өйткені дер кезінде емделмеген ауруды асқынған тұста қайта сауықтыру өте қиын. Жизнь пациентов значительно. Мамандардың айтуынша науқастар көбіне ауруы әбден асқынғанда ғана дәрігер алдына барады. Аурудың белгілері біртіндеп дамитындықтан, әдетте адамдар ауру нышанын байқамай да қалады. Основные проявления Интерстициалды өкпе аурулары, оның ішінде әсіресе идиопатиялық өкпе фиброзы кезінде көбіне адамның тынысы тарылып, жөтел қысады. Өкінішке қарай көптеген науқастар оған аса мән бермейді. Нәтижесінде науқастар әдеттегі бронх астмасының терапиялық емін қабылдап жүре береді. Тыныс алуы күрделеніп, адамның жүріс-тұрысы қиындай түскен кезде ғана науқастар арнайы зерттеуден өтуге келіп жатады. Созылмалы өкпе ауруларының диагностикасы және емдеу шаралары еліміздің барлық өңірінде қолға алынған. Алайда өкпенің интерстициалды ауруының дәлме-дәл диагнозын анықтау оңай емес. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасы дәл осы бағытта жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсетіп келеді. у нас имеются специалисты, подготовленные. Бізде осы мәселеге қатысты білікті мамандар жұмыс істейді. Сонымен қатар медициналық орталық эксперттік кластың құрылғыларымен жабдықталған. Олар диагнозды тура табуға мүмкіндік береді. Яғни диагностикалау жұмысында қиындықтар жоқ. Тек өкініштісі науқастар аурудың асқынған сәтінде келіп жатады. То есть не начальных стадиях. Өкпенің интерстициалды ауруын анықтау үшін науқасқа бірнеше диагностикалық тексеруден өтуі керек. Ауруханадағы заманауи технологиялар бұл тұста науқасты көп кідіртпейді. Терапевттің жолдамасы алдымен магнитті резонансты томография орналасқан бөлімшеге жіберіледі. При патологии Интерстициалды өкпе диагноздарын анықтау жұмыстарында біздің клиникада заманауи әдістер қолданылады. Мәселен, өкпенің жағдайына баға беріп, емдік шараның жұмысын бақылау үшін компьютерлік томография қолданылады. Бұл біздің ауруханамызда қолданысқа енген жаңа зерттеу бағыты. больницы. Айта кету керек, магнитті резонансты перфузия зерттеу технологиясы клиникаға 2016 жылы енгізілген. Орталықтағы жоғары деңгейлі компьютерлік томографтар зиянды гамма сәулелерінсіз медициналық патологияларды анықтауда таптырмайтын құрал. Жиі консервативті ем қабылдайтын науқастар үшін бұл өте тиімді. Себебі емдік шаралардың нәтижесін бақылап тұру маңызды міндеттердің бірі. Также вводится болюсная. Біз сонымен қатар сәулелі диагностика тәсілдерінде болюстық контрастарды қолданамыз. Бұл рентгенге қарағанда әлдеқайда қауіпсіз. Өйткені рентгендік контраст препаратын қолданған кезде аллергия пайда болуы мүмкін. Ал магнитті резонансты томографияда ондай кері әсерлер болмайды. Проводить это исследование. Жалпы диагностикалаудың мұндай технологиясы Еуропа елдерінде жақсы дамыған. Ал бүгінде қазақстандықтар шетел аспай-ақ өз елімізде осы тексерістен өтуіне мүмкіндіктер бар. Өйткені бұл аппараттарға әртүрлі программаларды енгізуге болады. Технологияның тілін үйрету үшін әр 90 сайын шетелдік мамандар ауруханаға арнайы келіп тәжірибелермен бөлісіп отырады. Өкпе ауруларын диагностикалаудың тағы бір тәсілі эндоскопиялық зерттеу арқылы жүзеге асырылады. Нақтырақ айтқанда бұл бөлімшеде науқастан биопсия алынады. Мы находимся в отделении. Біз қазір бронхоскопия кабинетіндеміз. Бұл жерде төменгі тыныс алу жолдарының зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Мұнда өкпенің визуалды көрінісін бақылаумен қатар гистологиялық зерттеу жұмыстарына науқастан биопсия алынады. Данным аппаратом пройти. Бронхоскоп науқасқа мұрын арқылы енгізіледі. Және ол қауіпсіз болғандықтан ешқандай анестезия қолданылмайды. Сондай-ақ бұл зерттеу жұмысы операциясыз орындалады. Мамандардың айтуынша 20 ғасырдың соңында мұндай медициналық озық технология болмаған. Сравнительно недавно.
Салыстырмалы түрде айтар болсам, мұндай технологиялар пайда болғанға дейін гистологиялық зерттеу жұмыстарына биопсия операциялық жолмен алынатын. Ал бүгінгі таңда кіші инвазивті амалдардың арқасында науқасқа қысқа уақыт аралығында қызмет көрсетіледі. Және бастысы, биопсия алынғаннан кейін сол күні-ақ науқас үйіне жіберіледі. Через нос. Өкпенің көзге көрінбейтін тінін алу үшін сонымен қатар эндоскоптан бөлек рентгендік бақылау жұмыстары жүргізіледі. Бұдан бөлек орталықта тыныс алу жолдарының тінін бақылауға арналған УЗИ аппараттары да бар. Бұл технологиялардың көмегімен көбіне лимфа түйіндері зерттеледі. Мұндай технологиялар әлемдік тәжірибеде қолданылып келе жатқанына 20 жылдай болды. Это ультразвуковой датчик, который... Бұл ультрадыбысты құрылғы бронхоскопты инструменттің көмегімен патологиялық өзгеріске ұшыраған өкпе қуысына енгізіліп, зақымданған аймақты анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл аппараттың көмегімен патологиялық өкпе қуысы қай тіннің салдарынан өзгеріске ұшырағандығын анықтауға болады. Яғни бұл құрылғы өкпе қуысын тереңірек көруге мүмкіндік береді. С глубь лежащих тканей. Науқастан алынған биопсия гистологиялық зерттеу жұмыстарына жіберіледі. Яғни өкпеден эндоскопиялық жолмен алынған тін жіті зерттеледі. Бұл интерстициалды өкпе ауруын анықтаудың соңғы қадамы. Микроскоптық зерттеу жұмыстары өкпе тінінің патологиялық өзгерісін нақты көрсетуге мүмкіндік береді. В различных Күрделі жағдайларда, яғни нақты диагнозды анықтау қиынға соққан кезде, пульмонологтар лабораториялық зерттеу жұмыстарына жүгінеді. Бұл орайда біздің зертханамыз патоморфологиялық зерттеу жүргізеді. диагностикой. Патоморфологиялық зерттеу жұмыстары үшін зертханада заманауи құрылғылар орнатылған. Патологиялық анатомия мамандары гистологиялық шынылар мен кескіндерді дайындау үшін бірнеше жұмыстарды атқарады. Биопсия материалы зертханаға жеткізілгеннен кейін лаборант өкпе тінін арнайы нөмірмен белгілеп, 18 сағатқа гистопроцессорға салады. Бұдан кейін шыныдағы дайын болған өкпе тінінің патоморфологиялық зерттеуі нәтижесі шығарылады. Много лет назад Біраз жылдар бұрын мұндай зертханаларда барлық аппараттар адам денсаулығына зиянын тигізетін. Яғни препараттарды қолдану кезінде қоршаған ортаға көптеген зиянды заттар шығарылатын. Қазіргі уақытта барлық құрылғылар жабық түрде жұмыс атқарады. Нақтырақ айтқанда, автоматтандырылған. Бұл өте қолайлы. Оның үстіне сараптама нәтижелері екінші күні дайын болады. можно в течение 2-3 дней. Күрделі клиникалық диагностикалық міндеттерді шешу медициналық орталық мамандарына тән қасиет. Орталықта ем алушыларға күтім жасау, қызмет көрсету жылдар бойы қалыптасқан дәстүр. Особенность Біздің аурухананың басты ерекшелігі диагностика жұмыстарынан кейін науқасты қайта тексерістен өткізу үшін арнайы бағдарлама жасаймыз. Науқасқа қажетті терапиялық емдік шараларын жазып бергеннен кейін және сол консервативті емді қабылдағаннан соң біз тағы да тексерістен өткіземіз. Осылайша науқастың емінің нәтижесін бақылап отырамыз. назначаем пациенту. Өкінішке қарай науқастардың басым бөлігінде өкпе тінінің зақымдануы асқынып кетіп жатады. Дәрігерлер өкпенің интерстициалды ауруының кей түрін операциялық жолмен емдеу керектігін айтады. Проблема остается то, что Идиопатиялық өкпе фиброзын тиімді емдеу жолы әлі күнге дейін 100% шешімін тапқан жоқ. Сондықтан көптеген науқастар біздің диагностикалардың нәтижесінен кейін өкпе трансплантологиясына жіберіліп жатады. Бұл баламалы тәсілдердің бірі. Осының арқасында біз науқастың өмірін сақтап қаламыз. жизнь пациенту. Идиопатиялық өкпе фиброзын емдеу дәрігерлер үшін өте күрделі жұмыс. Алайда қазіргі уақытта мамандар фиброздың дамуын тежеуге арналған препараттар елімізге енгізіліп жатқандығын айтады. Ал өкпе трансплантологиясы тақырыбын біз алдағы шығарылымдардың бірінде айтатын боламыз. Біздің бағдарлама арқылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге байланысты сұрақтарға жауап таба аласыз. Тұрақты табысы аз азаматтарға ай сайын жарна төлеу міндетті ме? Экономикалық белсенділігі төмен санатқа жататын азаматтар да міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына ай сайын жарна төлеуі тиіс. Бір айлық жарна көлемі ең төменгі жалақының 5%-ын, немесе 1414 теңгені құрайды. Бұл топтағы азаматтар жарнаны 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап кез келген екінші деңгейлі банк немесе Қазпошта бөлімшелері арқылы төлей алады. Жарнаны ай сайын немесе бірден барлық 12 ай үшін өтеуге болады.